маңдайларға деген кәдімгі блок қойып тастаудың орнына сіз кәдімгі мына бүкіл тыныш жатқан қазақ елін алып кәдімгі талан таражға салатындай жағдайға келтірдіңіз. Мен қанша сабырлымын да, мен қанша осы көп болған жоқ мен Бұл істемей эфир жүргеніме. кім қазақ Жоқ, 1979. Мен айтайын не үшін. Бұл эфир жазылып отыр менде. Сол үшін. жоқ, жазылсын. Жоқ, жазылсын. Ол не үшін жазылып жатыр? Ол кімге керек ол жазылып жатқан? Бұл Ол деген маған керек провокация. оның жазылған. Ол маған Жоқ, керек. жоқ, Ол жоқ, жоқ, енді өйткені ол жігіттің айтып жатқан сөзі қылмыс ол. Қазақты ішінен бөліп қылмыс, отыр мынау ғой. деген таза қылмыс қой, мынау деген Енді оны кәдімгі деген. қылмысты жазу керек қой, дәлел керек қой. Жоқ, Не мынау үшін жау онда? ғой, мынау кәдімгі, мынау қазақтың Жау жауы, болса мынау деген сөйлесін, кәдімгі. айтсын. Бұл қазақты екіге бөліп отыр ғой. Южан, Северян, Чымкент, Шатады. Әшеке, О, бұл Әшеке, сіз өзіңіз бұл диастан көріп отырсыз ұлтаралық алауыздық дейді. Ау? Диастан көріп отырсыз ғой. Мұрат Әбділданы соттады ғой адайларды боқтаған үшін. Мынау чымкенттіктерді боқтап отыр ғой. Не керек Жоқ, енді қараңыз, сізге мына, басқа? иә, Дәлел түсініп емес отыр. па? Бірақ енді бұны сіз біліп отырсыз. Диас қанша шырылдады, обал не керек, қасқа қанша аңқылдап жүгіріп жүрді да, сонда айналып келген кезде какой-то бір жаман сідікпіт жаман әйелдің бір несіне бола оны жауып тастады, көрдіңіз ғой. Сіз оны білесіз. Қазір ондай заман емес. Мен бағана да айтып жатырмын ғой, басынан бастап енді осы 2 сағаттай болып қалды отырғаныма. Почва дайын емес. Мына почвада тек сорняк өсетін почва мынау. Мынау сорняк келді де Енді мына қазір біз жазып алдық қой. Енді арызданбаймыз ғой. Мұнда чатта қанша адам отыр? 145 адам отыр. Бар шығар енді арасында шымкенттіктер. Жоқ, мына сорнякқа деген ол вообще бұны түрмеге отырғызып керек емес. Бұл деген ертең үкіметтің ақшасын жейді ғой. Бұл маймылдарды бар ғой. Бұл маймыл деген өледі, бұны ешкімге кіргізбеу керек. Бұл сорняк деген адам мысалы су құймаса өзімен-өзі барып өліп қалады, сол сияқты ғой. Енді бұлардың ойларын білу керек. Бұл стрим не үшін өткізіп отырмын? Бұлардың ойларын тыңдау керек. Сіздер қызықсыздар, олармен ұрсыса берген. Айтсын ойындағыларын, білейік не ойлайтындарын бұлардың. Ол жазылып отырмын бұл стримнің бәрі. Біреулер қолдаймын деп жатыр. Қазір действительно жоқ, ана қолдаймын деп жатқан адамдар бар астында. Оның айтқанының жартысы дұрыс. Бір затты қате айтты ма болды, қарған емес. Потому что бұл қараңыз, бір қазақ елін бар болған 4 бұрышты біздер үйтак өзіміз соны уже мына мен Чымкенттің жігіттерінің аузына келгенін айту деген ол деген вообще иттік бар ғой, ол вообще мынау кәдімгі провокацияның самый мынандай провокация орыстар айтпайды бізге. Енді бұл бірінші рет сөйлеп тұр. Мен мына оланы бар ғой, мен сотталып кетсем де мен мына тірсегі сындырып тастайтын едім бар ғой. Сол қайдан табасыз ол Павлодарда тұрады? Оны табу не ол? Жоқ, бұл айтады да, не істедіңдер дейді. Қараңыз, тыңдаңыз, не істедіңдер. Мен қазақ тіліне қараңызшы, дейді. Мұны Диас қамап отыр, өзі Павлодарда отыр бұл. Не істепті ол өзі? Дұрыс, осы күнге дейін бар ғой, осы күнге дейін бәрі Алланың қалауы, көрдіңіз ғой, бәрін Аллах сөйтіп алып келе жатыр бізге. Бізде қаңтар оқиғасы болды. Каждый елде, каждый определенный моментте осындай жағдайлар болып тұрады. Онда адамдар өліп тұрады. Ол енді Аллахтың қалауы. Кейбірде көшеден де майша басып кетіп өліп жатқандар бар. 8 адам аварияға түсіп, бір майшаның ішіне өртеніп кетіп жатқандар да бар. Просто енді Аллахтың қалауы, енді ол кісілердің Алла тек жақсылығын берсін. Біз енді оларға ешқандай неміз жоқ. Енді өзінің отаны үшін шықты, отаны үшін өлді. Енді ол соған енді где-то сол дәрежеге жетіп өліп жатқан адамдар бар. Ол дәрежеге жетпей өліп жатқан адам бар. Іріп шіріп 90-ға өліп жатқан адам бар. Оны құдай сақтасын, ол әркімнің маңдайына жазған тағдыры ғой. Просто енді мынау сияқты мен шыны керек, мен бұл жігітті көріп жүрмін негізі действительно. Бірақ бірінші рет осы мен сталкиваться етіп отырмын. Мынау сияқты провокатор, мынау сияқты азғын, мынау сияқты. Енді оның мақсаты соған қараңыз, сіз соған беріліп отырсыз ғой, провокациясына, эмоцияға беріліп отырсыз. Немесіне эмоцияға беріліп? Мен бар ғой, Әшеке мен қазір жоқ, спокойно шығам да, қазір мен спокойно бәрін ұмытып кетемін. Просто бұған қазір көрдіңіз бе, ответ беру керек бұндай. Бұндай маймыл, бұндай азғын, бұндай топас, бұндай кәдімгі надан айтып отырмын. Мен орыстардан бұндай сөз естіген жоқ. Мен кәдімгі 5 орыс отқан жерге кіріп, шала қазақшамен бірдеңе етіп, соларға өзімдікін доказать етіп жүрдім. Но именно
сол жерде шаңқылдаған неше түрлі орыстың жаман қатындарымен мен енді сіз солар мына диасты сөзге келіп қаматып жүрдік. отқандар, Мына мына диасты қаматып отқандар өзіміздің қазақтар ғой. Диасқа арызданатын әрқашанда осы жоқ, қазақтар. Түсінесіз жоқ, ба? енді оны бана айттым ғой, оның бәрін Бәленің бәрі жоқ, өзіміздің білемін ғой, оның қазақтардан бәрін шығады. жоқ, 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 Асеке, оны өйтіп сразу қиып тастауға да болмайды. Бәле шығып жатқаны да бар, Жоқ, бар жақсылығы ғой, да бар. сатқындар көп Оны арамызда. Сатқындар бар ғой. вот міне Оны мойындау керек. көрдіңіз ба, мынау сияқты провокаторлар сол сатқындарды туғыздырып отыр, көрдіңіз ба? Бұл ақылды, бұл Иә. ғана костюм киіп алған, бір жерлерде отырады, ертеңгі күні бір жерлерде мынау сөйлеп жүр, бұл деген ана кішкене бізді қазақты ештеңе құртпайды, бізді тек қазақты надандық құртады. Мен сізге айтайын, біз надандықтың кесірінен біздер қазақ тілін қолдамай отырмыз, оқымағанның кесірінен қолдамай отырмыз. Енді Неге сіз біздің қазақтың жігіттері действительно қараңыз, сіз айтып отырсыз ғой, мына бәленбай ресейліктер кіріп жатыр. Не үшін кіріп жатыр олар Қазақстанға? Өйткені бұл жақта Ресейдің тілінде сөйлейді бәрі, содан кейін кіріп жатыр. Оларға ыңғайлы. Бұлар тіл үйренбейді, бұлар келеді, мұнда өз үйінде жүргендей жүреді. Өйткені бәрі орысша сөйлейді. Содан кейін кіреді олар. Асеке, Бәрі қазақша Асеке, мен сөйлесінші, ондай болмайтын. жоқ, ол Неге Өзбекстанға бармайды олар? тыңдашы, Сол себепті мәселе тілде ғой. тыңдашы, мен сізге айтайын. Иә. жоқ, тыңдаңыз. Бізде мына ватниктардың, мына орыстардың, мен сізге айтайын, мысалы енді бір 30% бізде орыстар. Одан қалса тағы бір 20-30% біздің орыс тілділер, да? Біз енді қазақ тілінде сөйлейтіндер бір 30-25% бар болады. Таза қазақша сөйлеп, қазақ деп тұрғандар. Сондықтан просто бұлардың бәрі ана жақтан WhatsApp группалары бар бұларда, Telegram группалары бар өздерінің. Потому что мен кеше біреулермен сөйлесіп отқанда, олар конкретно сол группаларға кіріп, сол ортада болған әңгімелерді скриншоттап кім кірді ғой? Алмат кірді ғой? Алматтың қасына ерікпеген ана комментарийға жазғыштармен бірге кірді ол. Олар само собой түсінікті нәрсе ғой, бұлар Телеграмға лақтырады сілтемені. Кеттік кірейік, мына қандарын шейік дейді да. Бәрі кіреді, 5-6 адам кіреді да. Анау шығады эфирге, ана қалғандар қолқа ұстайды. Сондай система ғой. Аккаунтының өзі системада. Жоқ, біліп тұрмын, просто мен бана айтқым келген, мына орыстар келіп жатыр ғой, біздің мына өзіміздің Қазақстандағы мынау сияқты азғындар сияқты, жоқ, бұлар сияқты. Бұны қолдап отқандардың бәрін байқадыңыз ба сіз? Қолдап отқандар Наилия, Наталья деген өзге ұлт өкілдерінің аттары аккаунттарында. Енді орыс деген құрайын деп тұрған. Мен үндемей отырсам да, мен бәрін бағып мында қарап отырмын, түсінесіз ба? Иә. Оның бәрін қарап отырмыз ғой. Орыстар олар деген қазір